Дін және руханият. Ислам діні рухани құндылықтар негізі. Ұлттың ғасырлар бойы қалыптасқан рухани құндылықтары дін қағидаларымен үндесіп жатыр. Дін дегеніміз тек сенім жүйесі емес, ол өмір сүру мәнері, қарым-қатынас әдебі, моральдық нормалар жиынтығы, жақсы мен жаманды, адал мен арамды ажыратушы рухани қағидалар жүйесі. Сондықтан дін мәселесі руханият мәселесі. Қазіргі уақытта дінге тек қағидалар, қатаң талаптар жүйесі деп қана қарайтын түсінік қалыптасты. Бұл дұрыс емес. Дінді руханият негізі ретінде қарап, оның жасампаз құндылықтарын, рухани әлеуетін басты назарға алғанымыз жөн. Дін адамның бойындағы адамгершілік, имандылық қасиеттердің қалыптасуын көздейді. Адамгершілік пен имандылықтың негізі ар-ождан дейтін болсақ, ал мұндай асыл құндылықтарды адам мен Алланың арасындағы байланыс болып табылатынын шынайы дін ғана шыңдай алады.